Оразаң қабыл болсын ұстаған жан, нәсіп етсін пендеге ұстамаған. Алғашқы көктем күні құтты болсын, есен сау шықтыңдар ма қыстан аман. Ассалаумағалейкум ағайын, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырамыз. Сонымен бүгін көктемнің алғашқы күні, яғни алғыс айту күні дейді. Осы күнді пайдаланып, мен өзімнің подписчиктеріме мені қолдап отырған, лайк басып отыратын, комментарий қалдырып отыратын, активно қатысып отыратын, тікелей эфирде қолдау көрсетіп, лайк басып, подарок атып қолдап отыратын азаматтардың барлығына алғыс айтамын. Және де бұл Рамазан айы. Сондықтан бүгін әңгімемізді кіші жүз жеті руға жататын Рамадан руынан бастамақшымыз. Рамадан руы туралы Аманжолов айтады, бұл кіші орда руы дулаттарға қатысты деп айтатын жері бар. Және де бұл Рамадан туралы Тевкелевтің 1748 жылы еңбегінде де көрініс табады. Одан бөлек Левшин жазады Рамадан туралы. Және Левшин айтады, Рамаданның ұраны дулат еді деп айтады. Сонымен қатар Гредоков, жаңағы Мұхамеджан Тынышбаев сияқтылар Рамадан руының таңбасы өзге де Дулат, Албан сияқты ұлы жүз руларының таңбаларымен өте ұқсас болып келеді дейді. Дәл осы ойда Востров, жаңағы Марат Мұханов сияқты тарих ғылымдарының докторлары да айтып кетеді. Және олар айтады, осы Рамадан ру жеті ру құрамындағы дейді дулаттар мен албандардың жаңағы бір бөлігі болуы әбден мүмкін дейді. Кезінде мына Батыс Қазақстан өңіріне қарай қоныс тепкен дейді. Бірақ бұған қарама қайшы кереғар келетін тағы да бір деректемелер бар. Яғни Рамаданның 92 тайпадан тұратын Дешті Қыпшаққа жататын, Дешті Қыпшақ тайпаларының құрамына жататынын ескерсек, бұл келмей қалады дейді. Және де бұл тағы бір ғалым Темірғалиевтің айтуы бойынша Рамаданның тарихы сонау тереңге кетеді дейді. Бұл Сәбитовтің тағы басқа ғалымдардың айтуы бойынша башқұрттармен болған тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде пайда болды деп те айтатындар бар. Енді Рамадан руы кезінде мына Әбілқайыр хан бастаған кіші жүз Ресей империясының құрамына кіріп кеткен кезінде соған 1731 жылы Ресей империясына ант берген тайпалардың құрамында деп айтады. Әсіресе Рамаданның атынан Менкеле батыр жаңағы Ресей императрицасы Анна Ивановнаға өз руының атынан ант берген деген әңгіме айтады. Және де одан бөлек бұлар Ташкент өңіріне қарай көшкен болатын. Сол жерде Ташкент өңірінде де рамадандар көп отырған болатын. Сол жерде мысалы Шаншқынлы мен Қаңлы тайпаларымен бірге Рамадан тайпасы да 18 ғасырдың аяғында құрылған дербес Ташкент патшалығының билеушісі болған Жүніс қожаға үлкен көмек көрсеткен болатын. Жүніс қожа Ташкент 1783-85 жылдар, 87 жылдар дербес Ташкент хандығының негізін қалаған болатын. Бұл не қазақтарға бағынбаған, не Қоқан хандығына бағынбаған бөлек өз алдына мемлекет болатын. Соның негізін Жүніс деген қожа кісі, Шайхан Тауырлық қожа кісі негізін қалаған болатын. Міне, осы Жүніс қожа Қаңлылар мен Шаншқылар және Рамадан тайпасына арқа сүйеп, біраз жылға дейін Ташкент хандығын 1808 жылға дейін дербестігін ұстап келген болатын. Ол Жүніс қожа, одан кейін Жүніс қожаның баласы Мұхаммед қожа, одан кейінгісі тағы баласы бар. Осы үш баласы арқасын осы Шаншқылы, Қаңлы және Рамадан руларына арқа сүйеген болатын. Енді Рамаданда мысалы белгілі Жүніс қожаның Рамаданнан шыққан Жолан және Есенгелді деген атақты батырлар туралы жазып кеткен болатын. Одан бөлек 1858 жыл қоқандықтарға қарсы болған қазақ көтерілістерінің басы қасында да Рамадан руының жүргендігі туралы жазылады. Қоқан хандығына қарсы көтерілістерді
Бұлар енді 18 ғасырларда Батыс Қазақстан өлкесінде, Ташкент өңірінде тұрақтап жүрді. Ал қыстың күндер Сырдария өңірін, Қарақұмды жайлаған дейді. Жаздың күндер Ресей империясының Троицк маңын жаңағы мекен еткен деген ақпараттар бар. Кейбір деректемелерде айтады, жаздың күндер Сырдария бойында Рамадан көшіп жүрсе, қыстың күндер мына Сібір жақтағы Тобыл өзенінің бойында жағалаған кездері болған дейді. Қазір Рамадан руының өкілдері көп жағдайда Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Павлодар, Баянауыл өлкелерінде көптеп тұрады. Рамадан ең аз рулардың бірі деп саналынады. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы санақтар кезінде шамамен рамадандардың саны 5-ақ мың болды. Кейбір деректерде 11.300 болды деген, 1911 жылы санақтың кезінде 11.300 болды дегенде деректемелер бар. Рамадан өзі Алатай, Дулат, Мұсақ, Қорқаба, Тасжарған, Ақберік, Қарабөрік қожас аталарына бөлінеді. Және де Рамаданнан ауыз екі әңгімелерде мына қазақтың алғашқы шешен билерінің бірі Жиренше шықты деген халық жадында әңгімелер айтылады. Және де қазақ ертегілерінің кейіпкері Алдар көсе де осы Рамадан руынан шыққан деген ауыз екі халық арасында әңгіме бар. Осымен ағайын, бүгін Рамаданға арналған қысқа ғана тарихи деректемеміз аяқталды.